Бәріне сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен ағылшынша түстерді айтып үйренетін боламыз. Алдымен бізге керекті ең негізгі түстермен танысып алайық. Бірінші бізде ақ түс. Ақ түс ағылшынша white болады. Келесі қара түс black. Сұр түс gray. Қоңыр түс brown. Қызыл түс red. Фиолетовый түс бізде purple. Көк түс blue. Оранжевый немесе қызыл сары түс orange. Сары түс бізде yellow. Жасыл түс green. Келесі, blue деген түстің көк екендігін білесіздер. Ал light blue дегеніміз бізде ашық көк түс. Келесі бізде green жасыл түс болатын болса light green, яғни ашық жасыл. Сонымен қатар dark blue, яғни темно-синий, қара көк түс. Яғни dark деген сөзді қосатын болсаңыздар, ол сол түстің қою түстігін білдіреді. Келесі бізде dark green, яғни темно-зеленый. Сонымен қатар экранның оң жағында суретте қарайтын болсаңыздар, бізге таныс емес pink деген түс бар. Pink деген бұл бізде розовый. Сонымен қатар violet, яғни бұл бізде фиолетовый түстің тағы да бір түрі болып саналады. Келесі, енді кемпірқосақтың түстерін үйренейік. Кемпірқосақтың түстері біріншісі қызыл red, orange, яғни оранжевый, yellow, сары, green, жасыл, blue, көк. Сонымен қатар бізде indigo деген түс бар. Бұл бізде осы кемпірқосақтың түстерін айтқан кезде қолданылады, яғни қара көк түске келеді. Сонымен қатар violet, және айтып кеткеніміздей, бұл да бізге фиолетовый түске келеді. Кемпірқосақтың түсін айтқан кезде қолданамыз. Келесі бізде мысалға назар аударайық. What color is this pencil? Мына қарандаштың түсі қандай? It's pink. Оның түсі розовый, немесе алқызыл қазақшасы. And what color is this one? Ал мынаның түсі қандай? Blue, яғни көк. Келесі бізде тағы да түстер бар, соларға назар аударсақ, бастапқыдағы pink, gray, purple, violet деген түстерді біз жаңа үйрендік, оларды білеміз. Одан соң бізде бұл жерде beige деген түстер, яғни бежевый. Бұл бізде ақшыл түске ұқсайды, өте ашық түсті біз beige деп айтамыз. Одан соң бізде scarlet, алый, яғни қызыл түстің бір түрі. Бұның қызыл түстен айырмашылығы scarlet түсі одан әлде қайда ашық, яғни алалап тұрған отқа ұқсайды. Одан соң бізде silver. Silver деген сөздің өзін аударғанда бұл күміс деген мағынаны білдіреді. Яғни silver деген түс бұл бізде күміс түстес. Сонымен қатар бізде gold, яғни алтын деген мағынаны білдіреді, ал түспен байланысы алтын түсті білдіреді. Міне бізде ағылшын тіліндегі барлық түстер осы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияға өздеріңіздің сүйікті түстеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.